күйеуім ақша таппайды. Ынтылыс болу үшін, ықылас болу үшін адамда. Өмір өзі алып келеді дейді ғой. Ұрып соғып осыған келесіз. Ауырақ болады. Білімсіз шешім қабылдау, білімсіз жету ол ауырақ болады. Ал біліммен жеңілдеу. Барлық жер. Менің кішкентай қазақшам лұғатым толы болмаса айыпқа бұйырмайсыздар. Өйткені енді тойын тұрып, енді үйреніп жатырмыз. Осы күнге дейін қаншама әйелдердің отбасының жарасамын деп келген әйелдердің ойын өзгертуіне и сол отбасын сақтап қалуына көмегім тиді деп тұр. Жалпы олардың сізге келген мәселесі не болды? Көбісі ақша. Күйеуім ақша таппайды, қиналып кеттім, ажырасам, ол адам болмайды деп көп сондай келеді. Ақша әйелді өзгерте ма, или ақша әйелді өсуіне көмектесе ма? Қайсысы? Ақша ол уақытынша берілетін нәрсе. Қаласаң бар болады, қаламасаң жоқ болатын нәрсе да. Алмақты болып жатқан сөз бар. Әйел ақшаға тоймайды деген. Сол қаншалықты дұрыс? Сіз сияқты ма деп қоя ма? Неге? Ақша жақсы көрмейсіз ба? Жақсы көремін әрине. Мойындайтын күн келді ғой. Барлығымыз ақша жақсы көреміз. Әйелдің қалауы ғой. Әйел негізі ақша қаламайды. Әйелдің басқа қалаулары көп та. Осыны жабу үшін ақша қажет болып тұрады. Ал негізі біздің қалауларымызды ақша емес, еркек кісі жабу керек. Біз ана еркек кісідің күте беріп, ол біздің қалауларымызды жаппаған соң біз ақша табуға өтіп кетеміз да. Бағана айтқан сияқты, ақша табуға өтіп кеткен соң әйел денесін кімге айланады? Еркекке. 50% әйелдік, 50% еркектік энергиямыз бар дедік қой барлық адамда. Осы енді біртіндеп әйелдің денесі де 60-ға, 70-ге, 90-ға көтерілуін бастайды. Сол өзін көтерген соң мына жақтың еркек кісі оны сен еркек емес, әйелсің деп өз орнына қою үшін басқа әңгімелер басталады. Әйел өзінің мудрость жағын ашса, даналығын жұмыс істете алса, еркек оның қалағанда тойындыра алады. Әйел барлық несін жапа алады. Әйел даналығын іске қосу үшін не керек? Санасы ашылу керек, жүрегі ашылу керек, білім алу керек. Бірінші көрген кезде Сайдмұрат Даулатовтың форумына бара жатқан кезіміз есіңізде болса, машина күтіп тұрмыз. Келді, ішінде сіз барсыз, бізді алып кетті машина. Мен зерттеп қарап тұрмын ғой. Осы күнге дейін енді алған кішкене білімім бар, психологтарды тыңдаған жерім бар. Сөйтіп қарап тұрдым да, өзінше дедім, өзінен бір психолог жасап алған.